Кәсіпте платформалық жұмыс деген бағыт бар екен. Бұл такси немесе курьерлік қызмет көрсетушілер. Бұл санатқа мекен жайға тағам жеткізіп беру қызметі де кірсе керек. Жүздеген мың адам осы кәсіптен күнделікті табыс тауып, әрі жұмыспен қамтылып жүр. Платформалық жұмыс дегенде біздің нарығымызда Volt, Glovo, Яндекс.Го сияқты ірі халықаралық компаниялар және қазақстандық Choco Food рядом деген компанияның көрсетіп жүрген қызметі айтылады. Такси тасымалы нарығында негізінен Яндекс.Го мен InDriver танымал. Еліміздегі Urban Forum Қазақстан деген қор жақында платформалық жұмысқа қанша адам қамтылғанына талдау жасаған екен. 500 миллионнан астам адам осы кәсіптің төңірегінде жұмыс істеп жүргені айтылады. Кеш жарық ағайын, бұл неге олай бағдарламасы? Алдымен Urban Forum Қазақстан қоры жайлы айта кетейік. Бұл тәуелсіз сараптау алаңшасы. Оның мақсаты ұтымды пікірлерді алға жылжытып, еліміздің қалаларындағы өмірді барынша жайлы етуге атсалысу. Яғни сарапшыларға толық мүмкіндік бере отырып, ең дұрыс шешімдерді қабылдауға негіз болу. Бұл үшін қалалардың дамуына қажетті құндылықтарды алға қойып, кешенді зерттеулер жүргізеді, іс-шаралар ұйымдастырады, ақпараттық жұмыс атқарады, жергілікті және шетелдердегі сарапшыларды шақырады. Ал енді бұл қордың жүргізген зерттеуіне келейік. 500 мыңнан астам адам платформалық жұмыстан табыс тауып келеді екен. Бұл барлық жұмыс істеушілердің шамамен 6% табысты осы платформада істеп табатынын көрсетеді. Жұмысшылар көбіне платформалық жұмысты еркін кесте үшін таңдайды. Бұл қажет кезде жұмыс істеп, оны оқумен немесе негізгі жұмысымен қатар алып жүруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ бастықтың болмауы қысымсыз жұмыс істеуге жағдай жасайды. Жақсы табыста маңызды рөл атқарады, бірақ ол әрқашан тұрақты бола бермейді. Такси жүргізушілері орта есеппен сағатына 4 рет сапар жасайтыны есептеліпті. Кентау қаласының таксистері өлермен екен. Олар сағатына кемі 6 рет тапсырыс қабылдап, соның бәрін атқарып үлгереді. Ал Алматының таксистері сағатына 2 сапардан артық жүре алмайды. Бұл бәсекелестікке және қаланың көшелерінде көліктің көптігіне де байланысты болса керек. Такси жүргізушілері үшін Яндекс ыңғайлы деп жатады. Өйткені тапсырыстар автоматты түрде бөлінеді және бос уақыттарда төмен тарифті тапсырыстар беріледі. Бір кемшілігі онда комиссия жоғары. InDriverдің артықшылығы комиссиясының төмендігі және көлікке қойылатын талаптардың жеңілдігі. Курьерлердің пікірінше Яндекстегі талаптар ең қатаң, сондықтан кейбірі басқа платформаларға ауысады. Соңғы уақытта компания қолданушылар мен жұмысшылардың пікірін ескеріп, ережелерін өзгертетін болған. Voltқа қатысты пікірлер өте жақсы. Ол жұмыс күнінің соңында курьерлерден қолданба, мекемелер және клиенттердің мінез құлқы туралы кері байланыс жинайды. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстандағы платформалық экономиканы реттеу әлі қалыптасу кезеңінде, заңнамаға негізгі түзетулер әзірлену үстінде. Ал көптеген платформалық жұмысшылар әлеуметтік қорғаумен қамтылмаған. 2023 жылғы шілдеден бастап Астана мен Алматыда такси жүргізушілер үшін жаңа салық режимін тестілеу бойынша пилоттық жоба өтті. Онда жүргізушілер арнайы салық режимін қолданып, мобильді қосымша арқылы жұмыс істеді. Ал платформаның өзі олардың жеке кәсіпкер ретіндегі салықтарын есептеп төледі. Бұл жобаның мақсаты жүргізушілерді көлеңкеден шығарып, тіркеуге алу еді. Жобаға 70 мыңнан астам адам қатысып, әлеуметтік кепілдіктерге ие болды. Қазір жаңа салық кодексінде платформалық жұмыспен қамту режимін енгізу мәселесі талқылануда. Көптеген жұмысшылар әлі де жеке кәсіпкерлік ашпай жұмыс істейді, себебі салық жүктемесі уақыт өте көбейеді деп санайды. Ал тіркелген жағдайда тапсырыс алуда қосымша артықшылықтар берілсе де, бұған әзірге құлықсыздық бар. 2026 жылдың соңына қарай таксопарктер арқылы жұмыс істейтіндердің барлығы міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, платформалық жұмысшы мәртебесін алуы тиіс.
Үкіметтің осындай жоспары бар. Бұл нарықты заңдастыруға бағытталған. Сонымен қатар 2026 жылы заңнамаға өзін-өзі жұмыспен қамтыған деген ұғымды қайта енгізу қарастырылуда. Бұл қабылданса, платформалық жұмысшылар жеке кәсіпкерлік ашпай-ақ жұмыс істей алады. Арнайы сіздер үшін неге олай бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.